Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен өте дәмді шығатын сметаник жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, сіздер де жасап көріңіздер. Бөлме температурасында тұрған сармайымызға бір жұмыртқамызды салып, және де үстінен қантымызды салып, барлығы біріккенше жақсылап араластырып аламыз. Құрамына керекті заттардың барлығын астына описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден қарап, сіздер де жасап көріңіздер. Және де үстінен 2 ас қасық қаймағымызды салып, оны да жақсылап араластырып алатын боламыз. Мен қолданып жатқан қаймақтың пайызы 20% қаймақ, және де сармайымдығы 60% сармай. Енді дайындап алған массамыздың үстінен алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, және де 3 ас қасық какаомызды және қопсытқышымызды салып, жақсылап араластыра отырып қамыр елеп аламыз. Және де сіздерден сұрарым, қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналыма тіркеліп, астындағы комментария бөліміне өз пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер, ол мен үшін өте маңызды, және де сіздермен алдағы уақытта өте дәмді тағамдардың рецептерімен бөлісетін боламын. Дайын болған қамырымызды холодильникке 10-15 минутқа қалдыратын боламыз. Ол аралықта ішіне салатын салмасын дайындап аламыз. Салмасына бізге қаймақ қажет болады. Қаймағымызға бір жұмыртқамызды салып, және де кукурузный крахмалымызды салып, ванильный сахарымызды және де қантымызды салып, барлығы біріккенше жақсылап араластырамыз. Осылай барлығын араластырып аламыз, және де мен осындай форма қолдандым. Сіздер үйлеріңізде бар форманы қолданып, астын майлап жасай берсеңіздер болады. Енді қамырымызды жайып алатын боламыз. Бірінші осылай кішкене ұн сеуіп, қамырымызды оқтауымыздың көмегімен жұқа етіп жайып алатын боламыз. Дайындап алған қамырымызды осылай формамызға қойып шығатын боламыз. Бір келкі етіп жайып аламыз. Дайындап алған қамырымыздың астын осылай вилканың көмегімен тесіп шығатын боламыз. Піскен кезде қамырымыздың асты көтеріліп кетпей әдемі болып шығады. Және шет-шетін осылай вилканың көмегімен бір тегіс етіп шығамыз. Дайын болған қамырымыздың үстінен салмағымызды құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минуттай пісіріп алатын боламыз. Міне біздің пирогымыз пісіп шықты. Барынша бөлме температурасында суытып, суыған соң барып формасынан шешіп алатын боламыз. Әркімнің пеші әрқалай, менікі осылай жоғарғы беті қатты қызып кеткендіктен осылай беті кішкене қызарып пісіп шықты. Пирогымыз кішкене суыған соң кесіп дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Холодильникке салып отырудың қажеті жоқ. Және де осылай үстін Қазақстан шоколадпен әсемдесеңіздер, ол да өзінің ерекше дәмін беретін болады. Қазір сіздерге кесіп көрсетемін. Арасы да толықтай пісіп, өте жұмсақ болып шығады. Сіздер де міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Және де қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналыма тіркеліп, комментария бөлімінде өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздермен көптеген тағам түрлерімен бөлісетін боламын. Және де менің каналымнан оңай және де қарапайым заттардан дайындалатын тағам түрлерін таба аласыздар. Назар қойып көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Назира.